Ағымдағы жылдың 13 шілдесінде Шардара ауданына қарасты Ақшеңгелді ауылдық округінде өткен сайлау нәтижесі бойынша округ әкімі болып Бейсенов Сержан Зұлқарнайұлы сайланған болатын. Ал аудан әкімі Арман Қарсыбаев жаңадан сайланған әкімдерді арнайы қабылдап, тұрғындармен тиімді байланыс орнату, инженерлік инфрақұрылымды жақсарту, ауыл тұрғындарының өмір сүру сапасын арттыру бойынша нақты әрі жүйелі жұмыстар жүргізу қажеттігін тапсырды. Осы орайда Ақшеңгелді ауылдық округінің әкімі Сержан Зұлқарнайұлымен сұхбаттасқан болатынбыз. Енді басты мақсат қалай өзіңізде? Енді бұрында да бұған дейін де әкім болған тәжірибеңіз бар екен. Алдағы осы жолғы сайлаудан кейін қандай жұмыстарды жүзеге асырсам деп санайсыз? Ауылдың жалпы проблемаларымен етене таныссыз ба? Мен кешегі 13-не сайлаудан өттік, сайлауда жеңіп шықтық. Ол енді қарсылассыз болмайды. Ол сайлау болған кейін қарсыласта болады. Мен бұған дейін де 2019-23 жылдары 4 жыл сол елді мекенде әкім болдым. Сол кездердегі атқарған жұмыстардың бітпей қалған жұмыстар да бар еді. Бұл жердегі сіз қойған жаңа сұрақтарыңызға байланысты мынау өзекті мәселелер. Бірінші бұл жердегі өзекті мәселеміз мынау каналдар бойынша. Біздің жекеменшік каналдарымыз бар, 5 каналымыз бар. Онан кейін 40 жылдан бері ауыспаған лотковый система дейді бізде, су жүйелері. Сол бойынша да мен өзім 23-ке шейін істеген кезде де жұмыстарды жасадық. Ол кезде 2 миллиард 217 миллионға биыл істеліп бітті. Кейінгі қалған 4К1 каналының 4 тармағы бар. Биылға жоспарланып отыр, биыл күзде деп. Онан кейін Ақ-Алтын елді мекенінде 2К1А каналы бар. Ол да биылға жоспарланып отыр. Біздің кезімізде проект жасалған, биылға туры кеп тұр. Құда қаласа биыл жасалады деп жатыр. Біз енді қалған лотковый системаларда Ақ-Алтын елді мекенінде 25 километр болатын болса, одан 27 тармақша шығады. Лотковый бәрі канал деп айтылады, бірақ лотковый системада жоғарыда тұратын. Сол себепті сол каналдардың бізде госактысы болса, қазір тех паспорттарын алып, Қазсушар мекемесіне өткізу жұмыстарын дайындап жатыр. Жылдың соңына шейін өткізіп бітеміз. Өткізіп біткеннен кейін Қазсушар мекемесі арқылы жаңағы айтқан каналдарымыз бар, онан кейінгі этап-этабымен жалғаса береді. Ол енді 1 жылда бітеді деп айта алмаймын. 3 жылға созылады, мүмкін 2 жылға созылуы мүмкін. Сол себепті жұмыстар жасап жатыр. Енді біздер бұрынғы ойын алаңшалары футболный дейді. Солар бойынша жасалды. Енді біздер 2 елді мекен болған екен, этап-этабымен кетеді деп тағы да айтамын. Бұл себепті бұл жерде спорт комплексі жан-жақты қазір өзі ауыл-ауылдарға бөлініп жатыр спорт комплекс. Біз енді өзіміз қазіргі таңда оның салынатын жердің госактысын алып қойдық. Құрылыс арқылы құрылысқа бердік. Құрылыс арқылы істеледі ол жобалар. Енді сол бойынша да жұмыс жасаймыз. Онан кейін ойын алаңшалары. Онан кейін паркты да біз жасап қойғанбыз. Осыдан 2 жыл бұрын сыртын қоршалған. Қазіргі таңда біздер ақша сұратылған. Енді біз онымен танысып жатырмыз. Енді биылға болмаса да енді жылға мысалға кіреберіс арқасы, онан кейін футболный площадка салынған, мини футболный. Соның жанына жас өспірімдерге ойын алаңшасын салсақ деп жоспарымыз бар. Проект жасалып қойылған. Сол бойынша жұмыс жасаймыз. Онан кейінгі әр ауылда өзі жол мәселесі ғой. Аяқ жол дейді. Егізғұм елді мекенінде 3 көше қалған, алдында да жасалып келатқан, қазіргі таңда 3 көше қалды. Соны жоспарлап отырмыз. Енді жылға ол 3 көше бірден өтеді демеймін. Ұзындығына, несіне қарай, ақшасына қарай. Енді жылға 2 қойылса, арғы жылға 1 қойылады дегендей. Онан кейін Ақ-Алтын елді мекенінде де сондай жобаларымыз бар. Бұрынғы істеліп келген бойынша этап-этабымен қазір бұл неде де 3 көшеміз бар қазір. Енді өзіңіздің еңбек жолыңызға тоқталып өтсеңіз, жалпы әкімдік салада қанша жылдық тәжірибеңіз бар мемлекеттік қызметте? Мемлекеттік қызметте 10 жылға жуықтады. Осы 2015-те бастап кіргем. Енді бұл әкімшілік жолында жүрген кезде, мен кірген кезде 2015-тен бастадым. Енді сырт көзге қарағанда бір салада отырғандай, бірақ әкімшіліктің ішінде ветеринар маман, юрист, вуз, бас маман, заңгер барлық саласынан өттім деп ойлаймын. Сөйтіп барып әкімдікке ұсындым. Аудан әкімі қандай талап қойып отыр? Енді ауданның әкімі көп жұмыстар жүзеге асырып жатыр. Ауданның орталығы гүлденіп келе жатыр. Енді ауыл округтың әкімі ретінде өзіңізге қандай нақты талаптар, тапсырмалар қойды? Біздегі беріліп жатқан тапсырма жаңағы бірінші жастармен спорт комплексіміз бар, жастардың бос уақытында немен айналысады деген. Аудан әкімі білесіздер, спорт жағына көп көңіл бөлінеді.
Сол себепті біздерде жаңағыдай спорт жағынан, мынау Егізұм елді мекенінде бұрыннан жекеменшікке өтіп кеткен спорт кешені бар еді, енді бұзылған жағдайда. Былайша айтқанда, соны биыл енді бізге коммуналдық меншікке өтеді. Сосын бар біз қаржы қойдырдық, осы тікелей аудан әкімінің тапсырмасы. Сол бойынша ендігі жылға проектісін жасатамыз. Ертең осы сентябрьдің ішінде өтеді. Иесіз мүлік қылып тіркеліп, бізге өтіп жатыр да. Ол өздеріңіз білесіздер, бір жылдың ішінде өтеді. Ертең сентябрьдің өткеннен кейін біз ертең проектісін жасатып, бізге сәл оңайлау болады. Бірінші сол жағынан өтеді. Екінші мысалға айтатын болсақ, жаңағы су жүйелері ғой бізге өзекті мәселе. Сол судың несі 40 жылдан асқан. Сол себепті сол мәселені біздер жаңа Қазсушарға документін өткізіп, ертеңгі күні барлық су жүйелері қазіргі бізде 12 мыңдай гектар бар, екі ауылда. Оның 7715 игерілген. Ар жағында игерілмей жатқан себебі су жүйесінің бұзылуына байланысты тоқтап тұр да. Сол су жүйелері қосылатын болса, мысалға біздің 12 мыңдай гектарымыз қосылады. Енді өзекті мәселенің үлкені сол болып тұр бізге. Су жүйелерін орнына келтіріп, халық су жетпей жатқан жерлеріне су жетіп игеретін болса, онда проблема болмайды. Шардара ауданында енді биыл ағын судың мәселесі өзге аймақтармен салыстырғанда да айтарлықтай қиын болып жатыр. Бұған дейін су ресурстары және ирригация министрі де талай мәрте келіп шаруалармен жолықты. Сонда ақсы жалпы шаруаларды алаңдатып отырғаны осы ағын судың тапшылығы. Енді сізден округте су тапшылығы бар екендігін айтып отырсыз. Жалпы шаруаларға не деп кеңес берер едіңіз? Енді биылдан да өтер, бірақ алдағы жылдар қандай қам-қарекет жасау керек ауыл округтың шаруалары? Суды кезек-кезегімен қазір мақта алқабы толық алып бітті. Енді бақша өнімдері қалды. Бақша өнімдері біраз қалды. Енді осы аз сумен кезек-кезекпен залға алуды біз гидротехникамыз бар, ауылдың шаруалары бар, бәрі келісіп жұмыс жасап жатырмыз. Ендігі жылға жаңа сіз айтқандай осы су тапшылығы енді бұдан былай күшейе береді деп отыр. Бұл өзекті мәселеге айналып отыр. Біз тамшылатып суғару бойынша қазіргі таңда біз ауыл округте 600 гектарда тамшылатып суғаруға өткізу документтерін өткізіп, биыл күзде бастайды. Ірі нелерден шаруа қожалықтардан бастап жатырмыз, өйткені 30 гектардан төмен болмасын деп. Сол себепті 100 гектар, 150 гектары бар шаруаларды, 70 гектары бар шаруаларды біздер өткіздік кешегі осы неге тамшылатып суғару бойынша. Енді күзден бастайды, енді жылға нәтижесін көреміз. Оны кейін жанымыздағы жаңа іріленбеген кіші шаруалар біріктіріп істеуге болады. Бұл жердегі шаруаларға түсіндірме жұмыстарын жүргізуіміз керек. Өйткені олар түсінбейді, жаңа бірігіп қалай болады деген сияқты. Бұл жерде енді біріккенде шаруаның жерлері қатарласып жатқаннан кейін 30 гектарға жеткенге бір насос қойылады. Сонда экономда болады деген да, былайша айтқан кезде қымбатқа түсіп кетпейді. Сайлау 13 шілдеде өтті. Өзіңіз сайландыңыз. Енді бірақ бір әлеуметтік желілерге шығып кетті. Мынау бір қарсы болған азаматтар да болды сіздің әкім болуыңызға. Жалпы халықпен етене тіл табысып жұмыс істеп кетем деп санайсыз ба алдағы уақытта? Ондай болды. Өздеріңіз де көрдіңіздер. Қазір мен жұмыс жасап жатырмын. Ол жігіттермен қазір ешқандай неміз жоқ, ешқандай проблема болмайды деп ойлаймын. Ол енді халықпен жұмыс істеген екен, ол мынау маған қарсы шықты, мен оған кедергі жасаймын деген нәрсе болмайды бізде. Біз халықпен жұмыс істейтін болған екен, ол екі тарапты да бірдей ұстаймыз. Қарсылас жақты да, өзімізді қолдаған жақты да. Мен жаққа мынаған істейін, мынаған істемейін деген нәрсе болмайды. Бәріне бірдей, барлығын бірдей ұстаймын. Жекенің меншігінде қалып мәселе тудырып жатқан каналдар жоқ па сіздерде? Біздегі екі елді мекенде 5 канал жеке меншікте. Енді келіссөздер жүріп жатыр. Биыл жылдың соңына шейін өткіземіз деп ойлаймын. Таза Қазақстан акциясы мысалы үлкен бұл бағыт алды, үлкен бағдарлама десек болады қазір. Тазалыққа қалай көңіл бөліп жатсыз? Таза Қазақстан бойынша жұмыстар жүріп жатыр. Мен енді осы әкімдікке келгенге дейін де сол әкімшілікте инспектор болып істедім. Сол себепті ол етене соның ішінде араласып жүрмін десем де болады. Біздегі қоғамдық жұмыспен өзіміздің тараптан мекемелерді тарту арқылы біздер жұмысты тоқтатпай жүргізіп келе жатырмыз. Ол енді жаңыз мекемелерге айтып қою емес, бұл жердегі ауыл тұрғындарына да түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, тазалықтың жаңғыз бұл жердегі мекеме, болмаса әкімшілікте істейтін, болмаса қоғамдық жұмысты істейтінге байланысты емес. Біздер түсіндірме жұмыстарын жүргізудің арқасында әркім өзінің үйінің артында өткен су ағарларымыз бар, жол аяқтарымыз бар. Солар таза ұстау
үйінің артына мысалға қоқыс тастамау, тазалық әр қазақстандық үшін ғой. Түсіндіре білсек, олар әрқайсының үйінің артын таза ұстаса, біздегі қоғамдықтағы жүрген, болмаса мекемедегі жүрген адамдарға, болмаса контордың жанына, болмаса мектептің жанына тастайтын өзіміз, сол ауылдың адамдары. Ол сырттан келіп бізге мусорды біреу тастамайды дегендей ғой. Түсіндірме жұмыстарын тоқтатпай жүргізіп жүрміз. Қазір Құдайға шүкір таза.